Псевдоисламдық діни ілімдер физикалық және психикалық залал тигізу, байланғыш насихат, бұқаралық суицид, мемлекетке бағынбау, материалды құндылықтарды бопсалау, криминалды және бейәлеуметтік тәртіп, лаңкестік және осы тектес басқа да қауіптерді туғызады. Таблиги джамат, Даиш, ат-такфир, уаль-хиджра және басқа да діни ілімдер үрейлі жамандық пен заңсыздық, жалған исламның айқын дәлелдері. Бұл ілімдердің қазақ халқының байырғы діншілдігі саналатын исламдық ханафи мазғабына еш қатысы жоқ. Сүннеттегі адамгершілік, ар-ұждан, моральдық тазалық ұғымдары қазақтың байырғы имандылық, ғибрат, адамгершілік сияқты түсініктермен үйлеседі. Құрандағы мән мағына мен пайғамбардың айтқан сөздері игі істерді құру мен жасауды насихаттайды. Олардың псевдо-исламдық діни қағидаларға ешқандай қатысы жоқ.